Бүгін мұғалжарлықтар саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын 1 минуттық үзіліспен еске алып Құран бағыштады. Аудан әкімінің орынбасары Ғалым Қобландин бастаған топ Қандыағаш қаласындағы саяси қуғын-сүргін құрбандарының құрметіне қойылған ескерткішке арнайы гүл шоқтарын қойды. Бұл рәсімге аудан орталығындағы түрлі мекеме қызметкерлері мен мектеп және балабақша, аурухана ұжымдары қатысты. Жиын барысында аудан әкімінің орынбасары Ғалым Сенбайұлы қазақ халқының басынан өткен сол зұлматтың қасіреті туралы айтып, қолдан жасалған аштықтың салдарынан жазықсыз жандардың жапа шеккенін тілге тиек етті. Сол кеткен ата-бабаларымыздың артынан Құран бағыштап, бұл уақытта бұл кезеңдерді ұмытпау керектігін айқын түсіндіреді. Қасақана жасалған ашаршылықтың арты қуғын-сүргінге ұласып, қазақтың бас көтерер зиялысының көпшілігі құрбанға айналды. Сол кездерде Кеңес одағының құрамында болған Қазақстанда 103 мыңнан астам адам қуғын-сүргінге ұшырап, 25 мың адам ату жазасына кесілді. Ақтөбе облысы бойынша 3480 адам халық жауы деп ұсталса, ал ауданнан 119 мұғалжарлық қуғынға түсті. Мемлекеттік қызметтің ардагері Амангелді Шунемов зобалаң тарихтың нәубетті жылдарын үлкен толғаныспен еске алды. Мұның бәрі қасірет емес пе? Соғысқа қатысса, соның жарты келмей қалды. Осыны ойлап қарасам, бұл үкіметке сонда не болған? Бұлдай үлкен қасірет ешбір халықтың басында болмасын. Дендерің сау болсын, келешек жақсы болсын, азамат болыңдар, өсіңдер, өніңдер. Бүгінгі қайғы қасірет күні өмірден өткен ата-бабаларымызға айтарымыз иманды болсын. Жиын соңында аудандық Нұртай мешітінің бас имамы Әсемхан Ерғазин құрбандардың рухына Құран бағыштады.